Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Бүгін елбасының туған күніне орай шетел үкіметтері мен мемлекеттердің басшыларынан құттықтаулар келіп түсіп жатыр. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жылы лебізін білдіргендердің бірі Ресей президенті Владимир Путин. Еуразиялық экономикалық одақ көбіне көп сіздің жеке күш-жігеріңіз арқылы көп жақты ынтымақтастық әлемдік аренада елеулі беделге ие тиімді құрылым ретінде бекіді. Сізбен достық қарым-қатынасымыздың және Ресей-Қазақстан байланыстарының бүкіл ауқымын одан әрі нығайту бағытындағы бірлескен сындарлы жұмыстардың жалғасатынына сенемін делінген Ресей жетекшісінің құттықтауында. Беларусь басшысы Александр Лукашенко да елбасыға мықты денсаулық пен бақыт тілеп, сіздің бастамаларыңыздың арқасында Қазақстан интеграциялық өзара іс-қимыл мәселелерінде де әлемдік аренада да қуатты, серпінді дамып келе жатқан мемлекет ретінде беделге ие болып отыр. Беларусь пен Қазақстан арасындағы жоғары деңгейдегі дәстүрлі диалогтың жалғасуы елдеріміздің бақ-берекесін арттыру жолындағы жемісті ынтымақтастықты жан-жақты нығайтуға ықпал ететініне сенімдімін деген. Бауырлас Қырғыз елінің жетекшісі Алмазбек Атамбаев та Нұрсұлтан Назарбаевқа мемлекеттік қызметте зор табыстарға жетуіне тілектестік білдірді. Сондай-ақ Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон, Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведев, Башқұртстан басшысы Рүстем Хамитов, Ингушетия жетекшісі Юнусбек Евкуров, Дағыстан Республикасының басшысы Рамазан Абдулатипов та Нұрсұлтан Назарбаевты бүгінгі туған күнімен құттықтады. Мыңжылдық тарихы бар Алматы тұрғындары Астана күнін тойлауда. Мерекелік шаралар шаһардың бірнеше ауданда қатар өтуде. Оларға әріптесім Алмас Сәдуақас рет-ретімен тоқталады. Алматыдан Астанаға мерекелік сәлем. Биылғы жаз Алматы үшін жаңбырлы болды. Ал дәл бүгін қала аспаны ашылып, халықтың көңіл күйі де жайдарлы. Астана күні алматылықтар қуанышпен қарсы алды. Бүгін Астана күні жас қала, бас қала. Жас бола тұра Астананың бейнесі бола білген, әлемдік өз орнында Астана ретінде қалыптасып үлгерген жас қаламыздың мейрамы, яғни туылған күні, қалыптасқан күні бас қаламыз. Біз жастар Астананың қалыптасуына, Қазақстанның қалыптасуына белсенді еңбек етіп, президентіміз айтпақшы, болашақ жастардың қолында өскелең ұрпақтың сабақтастығына, ұрпақтың қалыптасуына Астананың өзіндік бір бейнесі бола білгендіктен, бізде Астананың туған күніне өте қуаныштымыз. Қалалық орталық демалыс паркінде кез келген мейрам күні керемет мерекелік шара өткізіледі. Ал бүгін бар салтанат Астанамен байланысты. Түрлі спорттық ойындар өткізіліп, балалар арасында шығармашылық байқаулар болды. Күміс көмей, жезтаңдай әншілер елорда туралы әндерді әуелетсе, жастар жағы да бар өнерін ортаға салып, бұл күнді шаттық пен думанға толтырды. Осыдан 18 жыл бұрын қазақ елі өзінің жаңа астанасын сайлады. Ал Алабала таудың етегіндегі әсем қала Алматы еліміздегі ірі мәдени әрі қаржылық орталық болып қала береді. Дәулетіне сәулеті сай, болашағы жарқын, даму бағыты айқын Астана күні құтты болсын. Алмас Сәдуақас, Мұхит Құдықбаев, хабар Алматыдан. Соңғы 2 тәулікте бір ғана Астанада 50-ге тарта мерекелік шара өтті. Басым көпшілігі ел жұрт ең көп жиналатын Хан Шатыр ойын-сауық кешені маңында ұйымдастырылды. Той әлі де тарқаған жоқ. Оған әріптесім Гүлзира Мырзахан да көз жеткізді. Ол бізбен тікелей байланыста. Гүлзира, мереке құтты болсын. Көргеніңмен бөліссең. Рахмет Бауыржан, қазір міне мерекенің нағыз қызған шағы, осымен 3-ші күн қатарынан елорда көшпелі өркениеттің ордасына айналғандай. Өңірлерден, сондай-ақ алыс және жақын шетелдерден келген қонақтардың қарасы көп. Дәл қазір мұнда қазақ фольклорының думаны өтіп жатыр. Онда сахнада дәстүрлі әндер орындалуда. Бір сәт музыканы тыңдап көрейік. Сағаттардан кейін мұнда дәстүрлі сән өнерінің көрсетілімі өтеді. Содан соң ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ән жыр кеші өтпек. Біз қазір халықтың лег-легімен келіп жатқанын көріп тұрмыз. Солардың бірінен сұхбат алып көрейік. Мереке құтты болсын.
Қалай тойлап жатырсыздар? Өте тамаша, бала шағамызбен Жамбыл облысынан келдік. Мұнда дәстүрлі әндерді естіп, зергерлік бұйымдарды көріп, аттарды, алтыбақан ойындарын көріп, мына үлкен батырларды көріп, өзіміз бала шағамызбен тамаша болып қызықтап жатырмыз. Кешеден бері концертке қатысып жатырмыз. Кешке шейін концертке де қатысамыз. Өте көңіл күйіміз тамаша, жақсы. Рахмет. Қай қаладан келдіңіздер? Жамбыл облысынан келдік. Осы арнайы Астана күніне көру үшін, балаларымызды бәрін ертіп, осындай қызықты көрсету үшін келіп отырмыз. Басқа қандай шараларды бүгін тамашалайсыздар? Енді кешке шейін әлі көреміз, концерттерге қатысамыз, барлық енді осы арнайы мерекеге келген үшін барлық нелерді көріп қайтамыз енді. Рахмет сізге көп-көп. Этноауылдағы мерекелік шаралар бүгін түнге дейін жалғасады. Ұйымдастырушылар бағдарламаны барынша қызықты етіп жасағаны көрініп тұр. Мұнда цирк өнерінің ұжымдары өнерлерін ортаға салады, шабандоздар шоуы өтеді. Мерекеге келушілер сондай-ақ саятшылық өнердің қыр-сырымен таныса алады. Содан соң кешке Астана Арқау атты түркі музыкасының фестивалінің жабылу салтанаты өтеді. Мен қала қонақтары мен тұрғындарын осындай шараларға қатысуға шақырамын. Бауыржан, жолың түсіп жатса, сен де мұнда міндетті түрде келуге тырыс. Міндетті түрде. Тұшында ақпаратын алғыс айтамыз. Бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Гүлзира Мырзахан. Айтулы күнді теріскей жұрты да думанмен дүркіретіп қарсы алды. Облыс орталығында өтіп жатқан мәдени спорттық шараларда сан жоқ. Олардың бел ортасында тілшіміз Самат Қайырденұлы жүр. Ол бізбен тікелей байланысқа шықты. Самат, мереке құтты болсын. Петропавлдықтардың көңіл-күйі қалай? Қайырлы күн ағайын, рахмет Бауыржан, той қаласын. Дәулеті мен сәулеті келіскен еңселі елорданың төл мерекесін Петропавлдықтарда мәре-сәре болып тойлап жатыр. Міне бірнеше күннің жүзі болды, шаһардың көптеген аудандарында әсем ән әуелеп, күй қалықтап тұр. Теріскейліктер биыл да аталған мейрамды зор ықыласпен қарсы алуда. Таң сәріден көпшіліктің назарына түрлі бағдарламалар ұсынылуда. Негізгі мерекелік шаралар мына мен тұрған орталық алаңда ұйымдастырылып жатыр. Бұл жерде этномәдени бірлестіктердің өкілдері, ардагерлер мен жастар да жиналды. Салтанатты жиынды ел жүрегі Астана деп аталатын театрландырылған көрініс ашты. Сондай-ақ мұнда өңіріміздің дамуына сүбелі үлестерін қосқан бір топ солтүстік қазақстандыққа облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттары табыс етілді. Осылайша елорда күні ел болып тойланып жатыр. Астананың туған күніне арналған мерекелік мәдени шаралардан бөлек спорттық шараларда жоспарланған, яғни түстен кейін мерекелік көрме өз жұмысын бастайтын болады. Бұдан бөлек велошеру және гүлдер фестиваль өткізілмек. Ал шырқалып жатқан патриоттық әндер болса, мереке көркін одан әрі қыздыра түсуде. Ал кешкісін Петропавл тұрғындарына тосын сый жасалады, яғни жаңа су бұршақтың салтанатты ашылу рәсімі өтеді. Ал кешкісін 23:15-те қала жұртшылығын мерекелік отшашу күтіп тұр. Ол солтүстік жұлдызы саябағында өткізіледі деп жоспарланған. Мендегі бар айтарым осы. Астана, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Теріскейден тікелей байланысқа шыққан әріптесім Самат Қайырденұлы. Астананы 18 жылдығымен ең жас тұрғындар да құттықтады. Елордаға ән жазып, жыр арнаған 60 бүлдіршін шаттық балалар шығармашылығының фестиваліне қатысып, бас шаһарға ақжарма тілектерін ақтарды. Гаухар Омарбек сөз алады. Бүлдіршіндер сахнаға шығып өз өнерін паш етуге асық. Жасөспірімдер фестивальға қатысу үшін 1 жыл бойы дайындалған. Олар бүгін ән айтып би биледі. Театрландырылған қойылымда көрсетті. Шаттық балалар шығармашылығының фестивалі осымен 8-ші рет өткізілді. Байқаудың ауқымы жыл сайын кеңеюде. Биыл ел аймақтарынан бөлек Ресей, Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан, Армения, Литва, Болгария мен Саха республикаларынан 600-дей өнерпаз келді. Қатысушылардың ең кішкентайы 5 жаста. Айдана, айдана, бині келдір келіп айнала. Бүгін елорда тойы шаһардың әрбір саябағында өтіп жатыр. Халықтың көңіл күйі көтеріңкі. Концерттік бағдарламалар, фестивальдар мен түрлі спорттық шаралар жалғасын табуда. Ұлттық дәстүрдің насихатталуы тағы бар. Жерұйық саябағында қымыз мұрындық халықаралық фестивалі бүгін де жалғасты. Қазіргі заманғы өнер туындылары да көпшіліктің ыстық ықыласына бөленуде. Астана Артфест 2016 фестиваліндегі бірегей инсталляциялар сандық өнер мен өнеркәсіптік дизайн павильондары көздің жауын алады. Ал қазақ халқы асыға күткен республикалық ақындар айтысы бүгін шымылдығын түреді. Гаухар Омарбек, Айдос Меделбеков, Хабар.
Астананың 18 жылдығы елордада ғана емес, ел бойынша кең көлемде тойлануда. Ертіс өңірінде де мерекелік көңіл-күй ерекше сезіледі, әсіресе облыс орталығында. Таңсәрден қала тұрғындары мен қонақтары шаһардың басты алаңына жиналды. Біздің түсірілім тобымызда сонда. Әріптесім Ақмарал Есімханова тікелей байланысқа шықты. Ақмарал, мереке құтты болсын. Павлодарлықтар елорда күнін қалай тойлап жатыр? Рахмет, Бауыржан, еліміздің индустриялық жүрегі саналатын Павлодар өңірінде ауа райы жадырап тұр. Орталық алаңға асқан жұртшылықтың қарасы қалың. Мәні мен маңызы жыл санап артып келе жатқан Астана күнін тойлауды жергілікті спортшылар елден бұрын бастап кетті. Алдымен Ертіс жағажайында жеңіл атлетика мен стритболдан турнир өтті. Салауатты өмір салтын ұстанатын қала тұрғындары спорттық нысандарда бас қосып, бақтарын сынап жатыр. Шахматшылар мен футболшылардың ойыны да тартысты өтуде. Ал талғампаз көрермендерге әсем Астанамыз жайлы әндерден концерттік бағдарламалар ұсынылды. Ертіс өңіріне танымал тұлғалар да қазір осында мерекелік шараларды тамашалауда. Солардың бірі белгілі қоғам қайраткері Идият Абдықалықов. Ағамыздан Астана күнінің мән-маңыз жайында сұрастырған едік. Биыл ширек ғасыр болады еліміз егемендігін алған. Соның ішінде бұлай тарихи жағдай деп айтуға болады. Ол біздің Астанамыз осы Сарыарқаның төсіне келіп өзінің орнын алғаны. Біріншіден әрине әр қазақтың көңілінен шыққан ой. Өйткені бұл жаңғыз саяси ғана емес, экономикалық жағдайдан ескеріліп отыр. Сосын мына аумақтық жағдайды ескеріп отыр. Ұлттың көзқарасын түгелін ескеріліп, осындай шешім өте дұрыс болды. Қуантарлығы аймақтың өндіріс ошақтары да Астана күнін жоғары экономикалық көрсеткіштермен қарсы алуда. Мәселен, өңірдегі зауыт фабрикалардың қатары жарты жылдың ішінде 10-ға жуық жаңа нысанмен толықты. Ірілі-ұсақты кәсіпорындар ауылдарда да бой көтерді. Ал жаңадан ашылған мұнай коксын күйдіру зауыты алғашқы өнімін Қытай мен Ресейге экспорттай бастады. Жалпы оң көрсеткіштер мәдениет, ғылым және білім салаларында да байқалады. Бауыржан, біз елорда күнін осындай жетістіктермен қарсы алып отырмыз. Әзірге мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, бізбен Павлодар өңірінен тікелей эфирге шыққан әріптесім Ақмарал Есімханова. Әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыз 16:00-де.